Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде әдебиеттік оқу сабағы. Сабағымыздың тақырыбы Абай атамның сөзін жақсы тыңдаймын. Абай Құнанбаев, ғылым таппай мақтанба. Бұл сабақта біз тыңдалған материал бойынша түсінбеген сөздерді белгілеп, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап береміз. Және адам бойындағы асыл қасиеттермен танысып, жаман әдеттерден аулақ болуға үйренеміз. Олай болса, мына екі суретке назар аударайық. Күн мен найзағай. Балалар, күн шығып жарқырап тұрса, көңіліміз көтеріліп, жылылық пен мейірімділікті сезінеміз. Ендеше күн жарқырап тұрса, ол жақсы екен. Ал найзағай жарқылдаса, бірден өне бойымызды қорқыныш билеп, көңіл күйіміз түсіп кетеді. Ендеше найзағай жарқылдаған жаман екен. Олай болса, балалар, адамдардың да бойында дәл осындай екі қасиет кездеседі екен: жақсы және жаман қасиеттер. Ендеше осы жақсы қасиеттерді үйреніп, жаманнан жиренуді әрбір қара сөзінде, өлеңдерінде айта отырып, болашақ ұрпақтың білімді, адал, парасатты болып өсуін өсиет еткен Абай Құнанбаев атамыздың өмірімен танысайық. Абай Құнанбаев 1845 жылы Семей облысында дүниеге келген. Шын аты Ибрахим. Әкесі Құнанбай тілге шешен, ақылға бай, ел басқарған адам. Әжесі Зере мен анасы Ұлжаннан көптеген өнегелі әңгімелер тыңдап, білімге құштар болып өседі. Абай Құнанбаев ұлы ақын, аудармашы, жазушы, композитор екен балалар. Олай болса, бүгін біз Абай атамыздың ғылым таппай мақтанба өлеңімен танысатын боламыз. Ендеше өлеңді мұқият тыңдаңдар. Абай Құнанбаев, ғылым таппай мақтанба. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз. Тілеуің өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, 5 дұшпаның білсеңіз. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым ойлап қой, 5 асыл іс көнсеңіз. Мінеки балалар, Абай атамыз бұл өлеңде жақсы адамның бойында болуға тиісті 5 жақсы қасиетті және бойымызды аулақ ұстауға тиісті 5 жаман қасиетті атап көрсетіпті. 5 асыл іс, яғни жақсы қасиеттер: талап, еңбек, терең ой, қанағат және рақым екен. Ал 5 дұшпан, яғни жаман қасиеттер: өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек және бекер мал шашпақ екен балалар. Ендеше осы аталған сөздердің ішінде бізге түсініксіз болып тұрған сөздер де бар екен. Ендеше ол сөздердің қандай мағына беретіндігін түсініп алайық. Бірінші, қанағат. Қанағат бұл барға риза болу дегенді білдіреді екен. Екінші, бекер мал шашпақ. Бұл босқа шығындану деген ұғымды білдіреді екен. Үшінші, рақым. Рақым кеңшілік, риза болу деген ұғымды білдіреді екен. Олай болса балалар, бәріміз ойын ойнап жіберейік. Ойынның аты сурет пен сөзді сәйкестендір деп аталады. Ойын шарты бойынша төмендегі шашылған сөздерді, жақсы және жаман қасиеттерді ажыратып 2 топқа бөліп жазуымыз керек. Ол үшін барлығымыз дәптерімізді ашып, төмендегі сөздерді 2 топқа бөліп тез-тез жазып жіберейік. Қанекей, уақыт кетті. Қанекей балалар, бәріміз жазып біттік па? Ендеше дұрыс жауабымен сәйкестендіріп көрейік. Мінеки балалар, адам бойында болуға тиісті 5 жақсы қасиет: олар еңбек, қанағат, рақым, терең ой, талап екен. Ал бойымызды аулақ ұстауға тиісті 5 жаман қасиет: өтірік, өсек, мақтаншақ, еріншек және бекер мал шашпақ.
Жарайсыңдар балалар. Олай болса, бойымызға тек қана жақсы қасиеттерді жинап, жаман қасиеттерден аулақ болайық. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымыз да өз мәресіне жетті. Сау болыңдар.